Баршаларыңызға сәлем, сіздермен Диляра, каналыма қош келдіңіздер. Осы видеода маш қосылған сорпа жасайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге керегі ет, пияз, сәбіз және маш. Алдымен көкөністерді аршып, турап аламыз. Етті ұсақ етіп тураймыз, машты суға салып бөктіріп қоямыз. Қазанды орташа отқа қойып, май құйып қыздырып аламыз. Туралған етті саламыз да араластырамыз. Енді баяу отта шамамен 5-10 минуттай суы тартылғанша етті қуырамыз. Ет қуырылып, жұмсақ болған соң, үстіне пияз саламыз. Араластырып тұрамыз. Одан кейін сәбіз қосамыз, томат пастасын тұздаймыз, және қалаған дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Менде қара бұрыш пен паприка. Барлығын араластырып, 2-3 минуттай қуырып аламыз. Үстіне маш қосамыз. Одан соң үстіне су құйып, қайнатамыз. Қайнаған соң баяу отта 20 минуттай пісіреміз. Сорпа қайнағанша картошканы ашып көбік етіп турап, күрішті суға салып 10-15 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттай өткен соң су тартылады, үстіне тағы су қосып, дәміне қарай тұз салып, картоп пен күрішімізді саламыз. Күріш пісіп дайын болған кезде сорпамыз да дайын болады. Осындай сорпамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте пайдалы. Ыдысқа құйып, кез келген көксөкпен берсеңіздер болады. Өте тойымды сорпа. Үй ішілеріңізді осындай сорпа жасап қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болыңыздар. Каналда әлі көптеген рецепттер болады.